Қайырлы кеш достар, қалдарыңыз қалай? Гүлмира, қалың қалай? Сәлем. Кішкене эфирге шыққанша бір 5-10 минуттай кешігіп қалдық. Гүлмира, сенікі закрытый аккаунт болып тұрды ғой деймін, иә? Жоқ, открытый болған сияқты. Бәсе, білмеймін, әйтеуір біріншісінде шақырып едім, онша шықпады ғой. Жақсы, достар, онда эфирімізді бастай берейік. Адамдар ақырындап қосылып жатыр екен. Сіздер енді мені танисыздар, қазақстандық Рапунзель екенімді білесіздер. Өзімнің аккаунтымда жалпы шаш күтімі туралы біраз ақпараттармен бөлісіп жүрмін. Жақында YouTube каналымды да аштым, TikTok аккаунтым да бар. Енді шаш өсіріп келе жатқаныма 20 жыл уақыт болды, 9 жасымнан бастап өсіріп келе жатырмын. Оны да енді өздеріңіз білесіздер. Бұл менің Гүлмира досым, екеуміз бала кезімізден бірге өскенбіз. Кейін осы біздің елімізде жаңағы дәрігерлік оқуын бітірді, Қытайға барып жетілдіріп келді. Қазіргі уақытта иглотерапия маманы болып жұмыс жасайды. Мен өзім кез келген сұрағым туындаса, шаш туралы болсын, денсаулығым туралы болсын, осы Гүлмира құрбыма шығамын. Менің барлық сұрақтарыма жауап береді. Өте білікті маман. Жалпы енді өзім дәрігер болмағандықтан да әрі біраз көкейімде жүрген күмәнді сұрақтарым бар еді. Соған байланысты Гүлмираға ұсыныс жасадым. Сен екеуміз бірге тікелей эфирге шығайық, эфир жүргізейік. Мүмкін мен беріп жүрген кейбір ақпараттарға байланысты дәрігер ретінде сен толықтыра түсерсің деп, сол себепті осы эфирді бастап отырмыз. Енді қазір Гүлмира, өзің туралы айта кетсең, қандай оқу орындарын бітірдің, қай жерде жұмыс жасайсың? Қайырлы кеш, барлықтарыңызға қайырлы күн болсын. Менің есімім Гүлмира Нұрова қызы. Мен 7 жыл Астана медицина университетін қызыл дипломмен бітірдім. Одан кейін Қытайға барып, Шиян қаласында, яғни ішкі Қытайда иглотерапия мамандығын оқып бітірдім. Одан кейін келгеннен кейін осы Хансон медицина орталығында және де қазіргі уақытта Шипамет халықаралық медицина орталығында жұмыс жасаймын, дәрігер иглотерапевт болып. Және осы оқулармен қатар дәрігер әрқашан осы біліктілігін арттырып отыру керек қой. Сондықтан кинезиология курсында бітірдім және де триггерлік точкалар туралы да білімді меңгеріп бітірдім. Сондықтан кез келген сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Шығыс медицинасынан болсын, батыс медицинасынан болсын, сіздерге пайдалы ақпарат беруге тырысамын. Жақсы, иә, достар, кез келген сұрақ қойсаңыздар болады. Мен өзіме үнемі сұрақ қойып, оның миын шірітуге үйреніп алғам. Білмеймін, дәрігерлердің ми шірей ма ондайдан. Жақсы, енді Гүлмира, біз ең бірінші адамдар тарапынан көп қойылатын сұраққа тоқталайықшы. Шашты қалай тез өсіруге болады? Маған осы сұрақты көп қояды. Мен енді шын айту керек, осы сұраққа келгенде мен кішкене кібіртіктеймін. Себебі өзім шашым өсіргеніне енді 20 жыл уақыт болды ғой. Менің шашымның қазіргі жеткен нәтижесі, былайша айтқанда, 20 жылдың еңбегі. Сондықтан адамдар бір қалай тез өсіруге болады дейді. Бір шыдамдар жетпей жата ма, әлде сондай бір шынымен де оны тез өсіруге бола ма? Бірақ енді тез өскенде де қандай, мысалы, мөлшерде өссе, оны тез өсуге болады деп айтады. Жалпы сол туралы тоқтала кетсек, ең бірінші мәселе, сонымен қатар мына қандай адамдардың шашы өседі, және қандай адамдардың шашы шынымен де кішкене өсуі қиындау болады, әңгімені осыдан бастасақ. Өте жақсы сұрақ. Қазіргі мысалы шашты қанша өсіруге тырыссақ та, оның нормативі болады нормада. Яғни бір айда шаш 1 сантиметрден 1,5 сантиметрге дейін ғана өсе алады. Бұл яғни нормасы. Одан артық не істесек те, қандай витамин ішсек те, қандай шампунь қолдансақ та, одан артық өспейді. Демек, бір жылда адамның шашы 18 сантиметр өседі. 18 сантиметр ғана өсіреді, бұл яғни максимум. Ал кейбір адамдарда болады, шашы өте өспейтін, өте баяу өсетін, 1 сантиметр, 1,5 сантиметр айына өспейтін адамдар. Ол қандай адамдар? Ол организмде витамин В және витамин Е группасы өте аз адамдар болады. Яғни В группасы көбінесе дәндерде, осы еттерде,
болады. Соларды көп тұтынбайтын қазіргі қыздар болады, ет жемейтін. Соларда шаштар өте баяу өсетін болып келеді. Және де Е витамині бұл шаштың майлығына, жылтырауына әсер етеді, және де шаштың тез өсуіне әсер етеді. Осы екі витамині аз адамдарда шаш өте аз өседі. Бұларды білу үшін алдын ала осы В және Е витамині өз бетімен іше беруге болмайды. Міндетті түрде оған анализ тапсыру керек. Егер де олар болған мөлшерде ғана белгілі дозасында дәрігердің қабылдауы арнайы дозада ішу керек витаминдерді. Демек, ана ютубта болады ғой, бір аптада 5-6 сантиметр өсі, бір айда 10 қанша сантиметр, оның бәрі өтірік жарнама ғой, иә? Әрине. Бұл нормадан асалмайды 1,5 сантиметрден. Түсінікті. Сансақ та, не болсаң да, дәрішсек те. Жақсы. Енді осы шашты қалай біз тез өсіруімізге болады дейді. Демек, жаңағы өзің айтып отырған витаминдерді толықтауымыз керек па сонда? Иә, витаминдерді толықтау керек. Бірінші витаминдерге анализ тапсыру керек. Олар егер де аз болған жағдайда міндетті түрде витамин дефицитін толықтыру үшін тезірек бірінші витаминнің өзін ішу керек. Одан кейін ішіп болғаннан кейін 3 ай бақылау керек. Яғни 3 ай сол витаминді ішіп болғаннан кейін анализ қайтадан тапсырып, егер де норма болатын болса, сол витаминдер ары қарай сол витамині бар тамақтарды қолдану керек. Мысалы, Б группасына келетін болса, көбінесе ол осы кунжут дәндерінде көп болады, сосын семена чия деген болады, сода көп болады, амарант та көп болады. Солардың барлығын қолдануға болады. Егер де тағы да 3 айдан кейін анализ тапсырып қарап, сол витаминдер аз болатын болса, жалғастыру керек, тағы 3 ай ішу керек. Одан кейін барып, ары қарай қарау керек та. Жақсы. Осы жерде мен өзіңнің кеңесіңнен ішкен мына витамин туралы айта кетейінші. Осыны мен аптекадан 11 мың теңгеге алдым. Бір ай бойы іштім. Бірақ енді бұл жақта енді жазылған теріге арналған, тырнаққа арналған, шашқа арналған деп жазылған да. Енді бұл жерде мына жақта мен ішіммен жаңағы тырнағымның мына жерлеріндегі менікі мынау нелері, терілері былай сыпырылып дейді ғой, сөйтіп сондай болатын. Шынымен мына жаққа қарасам ондай нәрсе жоқ, бірақ енді шеттерінде кішкене бар. Енді осыған әсер еткенін мен бірден көрсем болады. Ал енді шын айту керек, мен шашыма қаншалықты дәрежеде әсер етті, оны енді онша да байқай бермеймін. Енді бір жағынан шашыма енді өте қатты да көп проблема жоқ қой. Соны да айтуға болады. Соны жаңа айтқандай, демек, мысалы, қандай жерде анализ тапсыру керек? Енвилва сондай жерлерді тапсыру керек болды ғой, иә? Солай ішу керек. Сосын тағы бір менде сұрағым бар. Витамин бірдеңке деп жатырмыз. Мен енді өзім ішем, қазақы өскен қызбын ғой, мен жұмыртқа жеймін, етпе май жегенді жақсы көрем, айран ішем, сүт ішем дегендей. Менің түсінігімде көп витаминдер осының құрамында болады. Мен сол нәрселерді суды мысалға мен енді өзімнің құрбы құрдастарыммен салыстырғанда көп ішем, салыстырмалы түрде, және осы тамақтарды көп жеймін, және фастфуд, мен мысалы кола дегенді мүлдем ішпеймін. Фастфудтан да анда-санда құрбы құрдастарыммен кездесіп қалғанда болмаса, оны да көп жемеймін. Осы тамақтану да біздің шашымыздың өсуіне әсер етеді ғой. Мен осыны адамдарға айтып жеткізгім келеді, бірақ көп осыны онша түсіне бермейді. Мысалы, тамақтану өте маңызды, өйткені шаштың қалай өсуі, қалай не және де оның қайғылық болмауына 70% осы тамақтану әсер етеді. 30% яғни біздің сыртқы күтім. Қандай шампуньді қолданамыз, үтіктерді қолданамыз ба, киімдерді қолданамыз байланысты. Мысалы, тамақтануға келсек, егер де қазір кезде көп әйелдердің өзі шаштары көп түсіңкі болады. Өйткені оларда темір жеткіліксіз анемияның әсерінен. Қазіргі мысалы фастфудтарды қолданған кезде олардың барлығының құрамында қанттар өте көп болады. Және де осы выпечкаларды жеген кезде, газировкалардың ішінде қанттар өте көп болады. Сол қант неге қалай әсер етеді десеңіз, мысалы көп мөлшерде организмде адамдар осы қантты пайдаланған кезде әрбір қантты ыдыратып қорыту үшін организмдегі витаминдердің бөлігі арқылы қорытылады. Витаминдерден энергия алынып, содан кейін ол барып глюкозаға ыдырайды. Яғни әрбір қантты тағам жеген сайын сіздің витамин қорыңыз азайып отырады. Сол қантты қорыту үшін. Сондықтан қазіргі заманда көп адамдарда витамин жеткіліксіздік өте көп болады. Мысалы, фастфуд аз жейтін адамдарда витамин мысалы жеткілікті болады. Мысалы, саумалды көп ішкен адамдар, сүт жеген адамдарда витамин қоры өте жақсы болады, өте көп болады.
Жақсы. Мән беру керек, өйткені ол 70% байланысты шаштың қалай өсуіне, қалай ары қарай салмағына, барлығына тікелей байланысты. Онда мен витамин қорым біраз бар екен ғой. Соған қарағанда. Жақсы. Тағы да мынандай сұрақ. Жаңа шашты енді түсі деп айтамыз ғой. Соны адамдар жазып жатады, шашым көп түсті деп. Енді мендегі басты сұрақ, шаш қаншалықты мөлшерде түскен кезде біз оны көп түсті деп соған алаңдаушылық білдіре аламыз. Нормада мысалы шаш 50 тал күніне 150 тал түсу ол норма болып есептелінеді. Бұл таңертеңгі түсте, душтан кейінгі шаштардың барлығын қосқанда осыны аралығында болу керек. Егер де 150 талдан жоғары болса, онда шаш түседі деп уайымдауға болады адам. Ал өздері түсінікті. Соны мен ойлап отырмын да, енді 150 тал, 100 тал болғанда, енді менің шашым ұзын ғой, оның біреуінің өзін орап, біреуінің өзін жинағанда біраз мөлшерде болады ғой. Демек, мен ондай о жағын көп алаңдамай қойсам болады екен, шашым түсті деген нәрсе. Әрине, өздердің шаштың көлеміне қарап сразу ойлауға болады, аз шаш түсетін адамдардың қатарында екен. Сосын көп адамдар комментарий жазып жатады да, былай, шашы ұзын екен, демек денсаулығы жақсы ғой деп, осы нәрсе денсаулыққа да байланысты ғой, е? Тікелей денсаулыққа байланысты. Мысалы, организмде қандай да бір витаминнің дефициттері болса, ол шашқа міндетті түрде әсер етеді. Мысалы, батыс медицинасында айтады, егер де темірдің құрамы әйелдерде көбінесе аз болса, ол міндетті түрде шаштың түсуіне алып келеді. Ол нөмір бірінші себебі. Өйткені кезде темір тапшылықта анемия өте көп әйелдерде. Мысалы, ол месячный болуына байланысты, ай сайын қан кетуіне байланысты. Сондықтан біз осыны білу үшін гемоглобинді емес, жалпы қан анализін емес, бірінші ферритинді барып тапсыруымыз керек. Биохимиялық анализде ферритинді тапсырған кезде ол бізде организмде темірдің қоры қаншалықты екенін көрсетеді. Егер де ол нормада болса, онда біз басқа себебін іздеуімізге болады. Бірақ көбінесе адамдар ойлайды, мысалы, жалпы қан анализ тапсырған кезде гемоглобин нормада болса, менде анемия жоқ екен деп ойлайды. Олай емес мүлдем. Кейде гемоглобин нормадан жоғары болғанның өзінде кейде анемия болады, темір тапшылықты. Өйткені ол темір тапшылықтың ол анализде көрінбейді ғой, жалпы қан анализінде. Гемоглобин норма болса, оның барлығында анемия жоқ деген сөз емес. Яғни, егер гемоглобин көп болса, демек организмде сусыздану болып жатыр деген сөз. Яғни, бұл қан өте көп деген сөз емес. Наоборот, ода сусыздану болып жатыр, немесе шөту процесінен кейін сондай сусыздануда әсерін гемоглобин көп екендігін көруге болады. Сондай-ақ басқа, мысалы, шаштың басқа себептеріне келетін болсақ, мысалы, ол цинктің азаюынан болуы мүмкін, және де В витаминінің азаюынан, және де Е витаминінің азаюынан, магнийдің азаюынан да осы шаштар көп түседі. Сондықтан осы бар тағамдарды көп пайдалану керек. Яғни бұны не пайдалану керек, не жеу керек деген кезде ең бірінші қара күнжутты жеу керек. Именно оның ақ түрі, қара түрі болады ғой, сол қара күнжутты керек. Чия дегенді жеу керек. Амарант, киноа деген табиғи бұлай топы барлығында өте көп табылады. Және кашалардың ішінде біз осы гречка кашасын көп пайдалану керек. Гречка кашасында, яғни анемияның алдын алып, шаштың өсіруіне көптеген микроэлементтерге өте бай болып келеді. Мысалы, кашалардың өзін айтатын болсақ, кашаның ішінде екі көзі пайдалы каша бар. Бұл бірінші гречка, одан кейін екіншісі андай жүгері бұршағынан жасалған каша. Ал қалған осы сулыдан, мысалы, овсяный каша, геркулес, манный каша дегендер, олар енді пайдалы құнарлы заттары жоқ онда. Сондықтан оны пайдаланбай қоюға болады. Түсінікті. Жақсы. Менде сұрақ болып тұр, мысалы, гречка деп айттың ғой, сол кезде оны пайдаланған кезде, мысалы, қуырғаны көбірек пайдалырақ па, әлде пісіргені көбірек пайдалырақ па? Қуырған енді май құрамы бар ғой, қанша айтқанмен, май құрамы көбірек дегенім ғой? Әртүрлі, мысалы, сіз қуырған кезде қандай майға қуырдық соған байланысты. Егер де құйрық майға қуырсақ, ол пайдалы, күйдіріп жібермесек, ол пайдалы.
тек қана құйрық, мысалы қорғанның өзінде қорғанға шыдайтын майлар болып есептеледі. Қазіргі мысалы шемішкенің майлары ол өте зиян. Егер гречкамен соны қоратын болсақ, онда ешқандай пайдалы элементтер қалмайды гречканың. Оған тек кокосовый майда, тек қана құйрық майда және кхи деген май шықты қазір, тоңдатылған май. Сондай майда қорсақ, онда ол пайдалы болып қалады. Ал егер де ондай май болмай жатса, онда әрине суға пісіріп жеген жақсы. Май қолданудың өзі бір өнер екен ғой. Құрметті достар, егер осы қандай да бір сұрақтарыңыз болса, қойып отырсаңыздар болады. Сосын алдында мен сауалнама жүргізген ғой, қай уақытқа шығайын деп. Сағат 7, 8, 9 дедім, соны көп сағат 9 депті да. Мен 9-да ұйқыға дайындалатын адаммын ғой. Әсіресе қазір каникул кезінде. Соны айтайын деген тағы да, мынау денсаулықтың жақсы болуы, шаштың жақсы өсуі, жаңа витаминдердің болуы, адамның жасына қарамастан жасырақ, әдемірек көрінуі, бұның барлығы менің түсінігімде жаңағы неге көбірек байланысты. Адамның дұрыс өмір сүру дағдыларына, дұрыс ұйықтауына, ортасында жаттығу, кішкене спортпен айналысуына, дұрыс тамақтануына, содан кейін стресс, жақсы көңіл күйге, әсіресе мысалға шашым түсті деп уайымдау деген нәрсе мүлдем болмайды деп есептеймін. Осы нәрселерге қалай қарайсың? Осы дағдылар туралы. Дұрыс қой осы пікір, не? Әрине өте дұрыс. Бағана айтып кеткендей, мысалы тамақтанудың 70% ол яғни қандай тамақ ішсеңіз, соның 70% шаштың өсуі соған байланысты келеді. Одан кейін ұйықтау, мысалы ұйықтаған кезде не үшін ертеде ұйықтау дегенде көп адамдар түсінбей жатады, не үшін ерте ұйықтау керек деген сияқты. Өйткені біз мысалы 11-де ұйықтап қалатын болсақ, ары қарай бүкіл организм ары қарай демалу керек. Демалған кезде ұйқыда бізде бөлінетін гормондар бар. Мысалы қазір кезде адамдар көп толып кетіп жатыр ғой. Толып кетіп жатқандардың барлығы бұл яғни уақытында ұйықтамау, бүйрексіз бездің гормондарының уақытында бөлінбеуі және де гипофиздің гормондарының дұрыс бөлінбеуінің әсерінен. Мысалы ол адам егер ұйықтамайтын болса, 2-3-ке дейін жүре беретін болса, ол гормондар бөлінбейді. Себебі олар тек қана ұйқы кезінде бөлінеді. Сондықтан біздің гормональды бұзылыс пайда болады соның әсерінен. Сондықтан 11 негізі ең кеш сол 11-ден бастап уже ұйықтап кету керек адам. 10-нан бастап дайындалып, 11-де ұйықтап кеткен дұрыс. Сол кезде сағат 1-де, 2-де, 3-де бөлінетін гормондар бар бізде. Мида осы бүйрексіз безінде, солар арқылы бүкіл организмнің денсаулығын реттеп қалпына келтіруге болады. Одан кейін қазіргі кезде сөз бар ғой, сен не жейсің, солсың деген сөз. Сондықтан тамақ ішуге өте қатты мән беру керек. Одан кейін көңіл күй деген. Стресс, мысалы стресстен, мысалы өздеріңізде көп естіген шығарсыздар, мысалы бір қатты үлкен стресс болған кезде адам шашы бірден сразу ағарып кеткен жағдайлар болады. Бұл жедел стресс болған кезде ол шаштың ағаруы ол міндетті түрде болады. Ал егер де күнделікті жұмыстан, оқудан стресс болған кезде аздап шаштың ағаруы ол да тікелей байланысты. Мысалы шаштың ағаруына тек қана стресс қана емес, тұқым қуалаушылықта жатады. Мысалы әке-шешесі қалай жас кезінде тез шашы ағарды ма, жоқ па, соған да тікелей байланысты. Яғни көп емес, бір 10% соған байланысты. Одан кейін тамақтануға, стрессіне, одан кейін шашты қалай күтетініне байланысты тікелей. Яғни ыстық ауалы киімдерді көп қолдана ма, өте көп қолдана ма, соған тікелей байланысты. Сондықтан міне тамақтану, яғни өмір салты және де көңіл күй өте маңызды. Барлығы бірге. Осы жерде енді босанған әйелдердің шаш күтімі туралы айта кетші. Мен өткенде мысалы өзімнің нағашы әпкеме бардым, ол да біздің енді туысымыз болады. Оның бойы ұзын енді, және шашының ұзындығы да жерге жетеді ғой. Сол кезде оның 4 баласы бар, және оның айтуы бойынша әр баладан кейін шашы түскен. Бірақ шамамен бір бала 1,5 жасқа жеткенде ма, 1 жастан асқанда ма, сол шашы қайтадан өзінің қалпына келді деді. Яғни бұл ол үшін артық уайымдап, артық шампунь, артық ондай еш нәрселер пайдаланбаған. Өзі бала өсті, содан кейін қайтадан қалпына келді. Шынымен де шашын көрдім, ондай бір не емес, андай қатты адам алаңдайтындай дәрежеде емес, шашы әп-әдемі жерге жетіп тұр.
сол босанған әйелдердің шаш күтімі туралы. Жаңа көріп қалдым, біреулер жазып жатыр да, босанған әйелдің шаш күтімі қалай болу керек, ем қолдану керек па деп, соны бір нәрсе қолдану керек па, шампунь бірдеңке қолдану керек па, болмаса организм өзін-өзі жаңағыдай жаңалап дей ма, білмеймін ғой енді, солай бір қалпына келе ма. Сосын тағы бір қыздардан естимін, керісінше бала босанғаннан кейін біраз уақыт өткен соң шашымыз қалыңдап шыға бастады деген комментарийларды да көп естимін. Иә, ол әрине тікелей байланысты оғанда. Мысалы, мен өзімді алатын болсам, яғни бірінші баламды босанғаннан кейін, босанғаннан кейін шашым өте қатты түсе бастады. Деген мен ойладым, ой, шашым менің күшті қырып тастасам күшті өсетін шығар деп, яғни бұрынғы осы, яғни қазақтардың сондай бір ырым-сырым соған сендім да, солай шашымды түгелдеп қырдым. Кәдімгідей жама жасадым басыма, сөйтіп деген кәдімгідей күнде тарақпен тараймын, ағаш тарақпен. Бірақ ол тура сондай болып шашым прям қалың болып өскен жоқ. Бұрынғы сияқты болып өсті. Қандай көлемде болса, сондай орташа көлемде. Содан кейін бұл яғни тікелей өзімнің қорытындым бойынша, яғни қорытындылағаным бойынша бұл тікелей сыртқы факторға байланысты емес, ішкі факторға байланысты екенін түсіндім. Одан кейін мысалы екінші баламды босанғаннан кейін менің наоборот шашым деген қалың болып, бұрынғыдан да көп қалың дәрежеге жетті да. Өйткені сосын мен екеуін анализ жасап қараған кезде, бірінші баламды босанғаннан кейін мен мүлде витаминдерді қолданбаған екенмін. Өйткені болды, босандым, бітті деп солай тастап кеткенмін. Ал екінші баламды босанғаннан кейін витаминдер көп мөлшерде алып қойғам. Алдында екінші, үшінші триместрде ішетін. Үшінші триместрде ішетін витаминдер қалып кетпесін деп, бастап босанғаннан кейін де сол витаминдер жалғастырып іштім. Бір жыл бойы іштім. Одан кейін барлығында қалай босанған кезінде дайындалдым. Тура солай іштім, барлығында бірдей. Сөйтіп соның барлығын бітіргенде менің шашым қалың болып, вообще түскен жоқ. Наоборот, екі есе қалыңдап кеткен болды. Сондықтан ол тікелей байланысты. Мысалы, қазіргі кезде көп қазақ әйелдер, яғни балалы болғаннан кейін бала күтімімен өзін тастап жүреді ғой. Өзін ойламай, бағалы витаминдерін яғни тастап кетеді, болды, балаға бердім деген сияқты. Және де оның үстіне сол кезде витамин дефицит болып тұрса, баланы емізу кезінде бүкіл витаминдерді береміз ғой. Баланы 1,5 жас, 2 жасқа дейін емізетін әйелдер бар. Солар мысалы емізіп жатқан кезде қосымша витаминдерді беріледі. Ол кезде тіпті әрине түседі шаш. Өйткені витамин дефициттің үстіне тағы дефицит болып жатыр. Балаға беріліп жатыр. Сондықтан ол тікелей осы тамақтануға, яғни витаминдердің көлеміне дефицитке байланысты шаштың түсуі. Мысалы ол сіздің яғни алдында айтқан осы шашы 1,5 жылдан кейін қалпына келген танысыңыз мүмкін, 1,5 жылдан кейін баласын емізуді тоқтатқан шығар. Содан кейін мүмкін. Соған тікелей қорытынды босанған әйел өзінің организміндегі витаминдерді толықтау керек қой. Витаминдер толықтау керек, сондай жағдайда шашы керісінше одан да жақсы өсуге мүмкіндік туады. Себебі қанша айтқанмен ол кезде бәрібірде енді жай жүрген уақыттан гөрі жаңа босанғаннан кейін организм жаңарады ғой, солай емес па? Әрине. Мысалы, жүктілерге арналған витаминдерді қарайтын болсақ, элевит, сосын темибион деген витаминдердің ішінде андай Б витаминдерінің группасы өте көп. Барлығын көруге болады. B1, B2, B6, соның барлығы B7, биотин деп атайды. Солардың барлығы шаштың өсуіне, нығайып өсуіне барлығы көмектеседі. Содан кейін мен сондай қорытындыға келдім, сондай темибионды бір қалып қалғандар бәрін ішіп тастағанда шашым керемет болып өсті. Жақсы. Түсінікті. Қазір орамалмен жүресің, енді көре алмайтынымыз өкінішті. Жақсы. Енді менде мынандай сұрақ, мен енді маскаларды айтып жүрмін ғой көбінесе, неше түрлі жаңа
Осы жерде тағы бір сұрақ. Шаштың түсуіне байланысты мен мысалға көрем, неше түрлі жерлерде керемет деп жарнамаларын таныстырады ғой. Андай шаштың түсуіне қарсы құралдары бар екен дейді. Мысалы, кеше ғана бір жерге көріп кеттім, мынандай шашың түскен жерге жалтырап қалады ғой. Сол жерге апарып оны былайша айтқанда жағу керек екен, сосын сол жерден шаш шығады деді. Мен шын айту керек, мен ондай шаштың түсуіне арналған деген құралдарды қолдануға, немесе сол шаштың түсуіне қарсы деген дүниелерді қолдануға қорқам. Себебі мен ойлаймын, жаңағыдай өзің айтқандай, шаш жеткілікті түрде қатты түскенде ғана бір сондай нәрселерге мысалға жүгінбесе, мысалға енді дәл мынандай жалтырап қалған жоқ қой. Ондай жағдайда оны апарып, мысалға мынандай енді ортасын нем ашық тұрады, осы жерге апарып соны бір жаға салған кезде оның керісінше әсері болуы мүмкін ғой. Сол құралдар туралы айта аласың ба? Мысалы, сол құралдарға келетін болсақ, оның барлығын тексеріп көру керек. Кейбір рекламалық маркетингті қазір кодтар өте көп. Мысалы, көп адамдарға сондай реклама келіп жатады, бірақ қолданған кезде ондай эффекті болмай жатады. Біздің мысалы пациенттерде келіп жатады, сондай затты қолдандық, мысалы сақал өсіру үшін сақалдарда қолданатын сондай нелер бар ғой қазір маркетингте. Солардың барлығын қолданғанда көбінесе эффект бермей жатады. Сондықтан оның барлығына сеніп қалмау керек. Сосын ол көп өзімізде кейде андай шампундар болады ғой, енді түсуге қарсы дегендердің барлығы. Олар көп пайдасын тигізгенде 10% тигізетін болып табылады. Шампундарды пайдаланған кезде әрине оларды қарау керек, міндетті түрде оларды сульфатсыз шампунь дегендерді алу керек именно. Мысалы, ол шампундардың сыртын қараған кезде эко магазиндерде болады ғой, ол яғни табиғи шампундардың түрін қолдану керек міндетті түрде. Одан кейін сульфатсыз шампунь, парабенсіз шампунь деп жазылғандардың барлығын алуға болады. Себебі өйткені оның химиялық құрамдары аз болып келеді, сондықтан олар қатты зиян емес шаштарға. Бірақ та олар ары кетсе бір 10% ғана көмектеседі. Сондықтан осы шаш түсуіне негізі толықтай осы шаштың қандай да бір осы аппарат бір кремдермен шығып кетті деген ондай мүмкін емес негізінен. Және мысалы болады, қазіргі кезде біз таныстарымнан да пациенттерімнен көріп жатырмыз, мысалы толықтай түсіп қалатын болады шаштар. Толықтай түсіп қалған кезде пересадка деген болады шашты. Пересадка жасауға болады, және де оны пересадка жасап болғаннан кейін мезотерапия деген болады, яғни адам өзінің қанын алады да, сөйтіп оның плазмаларын сол жерге шаштың жалтыраған жерлеріне екпе шаштарға ай сайын барып жасайды мезотерапияны. Сол кезде шаш кәдімгідей керемет жақсы болып өседі. Оның результаттарын біз көріп жатырмыз. Оны егер де қатты түсіп қалса шаштар жалтырап, оны қолдануға болады. Оның эффектісі бар. Шаш шегу деп жатсың, менің ойымша оған бір толығырақ нақтылық тоқталу керек екен. Мына жақта бір сұрақ қойып жатыр да, шаш ұшталып, құрғақ болса, қалай қалпына келтіруге болады дейді. Мысалы, шаш ұшталудың өзі дегеніміз бұл, яғни шаштың құрамында кератинді қабықшасы болады. Сол қабықшаның андай трещина болып, шытынап, сыпырылу деп айтсақ болады да, кішкене. Мысалы, шашты ұштала бастаған кезде оны кішкене болсын кесіп тастаған дұрыс болып табылады. Өйткені егер де ары қарай ұшталғаны жалғаса беретін болса, шаштың бойымен де кетуі мүмкін. Сондықтан басына бастап жатқанда ұшталғанын кесіп тастауға болады. Егер де шашты ұшталғаны қатты көп болса, және ұзақ бойына кетіп қалса, онда майлы маскаларды жасауға болады. Шаштың ұштарын ұшталғанын кетіретін майлы маскаларды жасауға болады. Шаштың ұшталғаны. Мысалы, шашты қандай адамдарда ұшталады, ол шашын көп жуатын адамдар. Мысалы, 2 күнде бір жуатын қыздар болады, 1 күнде бір жуатын қыздар болады. Ол мысалы шаштың түбінде майлы андай нелер болады. Майлы бездері болады. Сол қабаттарының қызметін одан күшейтіп жібереді да. Деген шаштың қайта-қайта солардың қызметтері қайта күшейіп, қайта жасай бергеннен кейін май бездерінің қызметі шаршайды. Шаршағаннан кейін уже шаш құрғап, солай сырттары майсызданбай, яғни осы майланбай шаштарының түстері. Сөйтіп олардың ашылуына, кератин қабатының бұзылуына алып келеді. Сондықтан қыздар, мені тыңдап отырған қыз келіншектер, сіздерге күнделікті 2 күнде бір шаш жууға кеңес бермеймін. Өте майлы шаш болса, аптасына 2 рет жуыңыздар. Егер де құрғақ шаш болса, аптасына 1 рет жууға болады.
Сондықтан ол бізге шаштың ұшталуы көбінесе көп жуатын қыздарда кездеседі. Иә, мен өзім мысалы шын айту керек, менің шашым ұзын ғой. Мұндай шашты жууға да негізі ерінесің ғой. Аптасына бір рет жуам, кейде 2 рет жуам. Ең ұзаса 2 рет, бірақ негізі аптасына бір ретке кетіп қалады. Сосын тағы бір нәрсе, мен шашым ұшталған кезде өзім мынандай жаңағы маслаларды пайдаланамын, шаштың ұшына жағамын. Бұл да бір белгілі бір дәрежеде өзінің көмегін тигізеді ғой, иә? Әрине, өйткені майлы қабатын кішкене кератиннің трещина болған қабатын кішкене соның арқылы емдейміз. Сондықтан ұшталғанды ары қарай кетіп қалмау үшін басуға болады. Себебі мен осыны пайдаланам. Мен негізі шашымды қиып көрген емеспін, оны қыздарға да жазып жүрмін. Шашым ұшталғанда да мен оған қатты бір мән беріп, ондай қатты қиналмаймын әйтеуір. Білмеймін, соны бір осы 20 жылда шашымның ұшталғанын әлде мен соны мән бермеген, соны байқамай қалдым ба? Мынанда соңғы кездер пайдаланып көріп едім, шынымен кәдімгідей ұшталған нелері азайды. Сосын тағы бір сұрағым бар. Мына шаштың ұшталғанын қию мен шаш қию екеуі екі бөлек нәрсе ғой. Әрине, шаштың ұшталғанын қиғанда, мысалы, ұшталып жатқан кезде осы 1-2 сантиметр қиюға болады. Ал толықта қиып тастау деген ол енді 20-15-10 сантиметр болып саналады ғой. Анау шашын, мысалы, бір қыздар құрбыларым бар да, шынымен де мысалы, белге түсетін шаштарын мына жерден қиып тастағандар бар, каре қылып тастағандар бар. Олардың шаштары кәдімгідей өспей қалды ғой. Көп уақыт кетті. Сол жаңағы шашты мысалы қиған кезде де неге шаш сонда өспей қалады? Біреулер мысалы өсет қияды, сосын бір уақытта шынымен де шаштары өспей қалады. Мысалы шаштың өсуіне барлық бағанағы айттық қой, барлық тамақ құрамдары, витаминдер бәрі толық болу керек. Мысалы біз күннен күнге жыл сайын 1-2 жас болса да енді қартаюға басталып жатырмыз ғой. Сондықтан бұрынғы сияқты бізде витамин дефициті болып жатады, және витамин қоры бұрынғыдай емес болып жатады. Күннен күнге фастфудты жей береміз. Мысалы, бұрынғы витаминдермен өскен шаш енді сондай жылдамдықта өсе алмауы мүмкін. Сондықтан соған тікелей байланысты. Егер бұрын шаш өсіру оңай болса, қазіргі кезде шаш өсіру өте қиын қазіргі заманда. Өйткені мұндай тәтті тамақ, фастфудтар бар кезде. Түсінікті. Бәрі айналып келгенде сол экология, сол тамақтану, ұйқы мәселесіне келіп тіреледі ғой, иә. Содан кейін мен айтам, маған мысалы комментарий жазатын қыздар көп та, шашымды қалай тез өсірсем болады, немесе шашым түсіп жатыр, тағы сұрақ қойған кезде мен сұраймын, сенің жасың қанша жаста деп сұраймын. Себебі мен өзімнің есімде, мысалы, менің шашым мектеп оқып жүрген кезімде қарқынды өсті. Көп өсті. Енді одан кейінгі жылдарда да өсті, бірақ енді одан кейін әлдеқайда өсуі бәсеңдеді. Яғни былайша айтқанда жас өспірім кезде, жас кезде организмнің де энергия көп кезде, сол кезде шаш жақсы өседі ғой, солай ма? Әрине. Мысалы, жас өспірім кезде біз деген дұрыс тамақтанамыз, үйде боламыз ол кезде көбінесе. Әке-шешеміздің дайындаған тамақтарын біз артық тәсілдемейміз ол кезде. Сол кезде осы шаштар жақсы өседі. Ал кейін өсе келе уақыттың мысалы стресс көбейеді. Организмде студенттік өмірге аяқ басқаннан бастап жұмыс жасаудың өзі күнде стресс болып табылады, және де ұйқы режимі бұрынғы үйдегідей болмайды ол кезде. Өзің білесің, қашан тұрасың, қашан жатасың, соған байланысты тікелей осы шаштың өсу қарқынында өзгереді. Түсінікті, жақсы. Содан кейін мына жерде бір қыз жазып жіберіпті, шашым бойына ұшталып кеткен, қандай масла қолдану керек, қай фирманың өнімін қолданған дұрыс дейді. Енді мен мысалы өзім мынаны алдым, шын айту керек, мыналар қымбат тұрады. Алдында бір жаңағы гумон деген нені тағы да басқа бір неше түрлі бутиктер бар ғой, мен Азия Косметикс бар, гумон бар, әйтеуір сондай неше түрлі косметика сататын жерлерге кірем. Сол кезде осындайды бірнеше рет алғанның өзінде 13 мың, 14 мың теңге тұрады ғой. Сол кезде енді одан басқа мысалға тағы қандай нелер, тағы фирма дейді, өзің қолданып жүретін сондай бір нақты өнімдер бар ма? Мысалы, кез келген осы табиғи майларды қолдануға болады. Мысалы, өзім қолданған майларды айтатын болсақ, бұл яғни шай ағашының майы деген, масла чайного дерева деген. Соны алып, осы мысалы, оны мен көмесе тек қана шына ғана емес, егер де қатты ұшталып жатса, шына осы маска ретінде жағып,
одан кейін жуып тастауға болады. Ал өзім қалай қолданады десеңіздер, мысалы шампуньды аламын, шампунь өзіме қажетті. Содан кейін сол маслочайное деревоның алып 7-8 тамызамын, сосын араластырып, сөйтіп жуғаннан кейін шаштың кәдімгідей бір аптаның ішінде осы жылтырап, кәдімгідей ұшталғандарының азайып, кәдімгідей блеск береді да, ол шашқа жылтырақ пайда болады, оның андай қалай десек, шаштың сау келбеті пайда болады. Сондықтан соны қолдануға болады. Ол өте қымбат емес. Аптекаларда сатылады. Мысалы, миндальный масло дегендерді қолдануға болады, яғни бадамның майлары, солардан да жасауға болады, яғни жетімді майлар арқылы да. Түсінікті. Енді бұл майларға байланысты арнайы бір видеолар түсіру керек екен. Негізі менің ойымша. Себебі жаңа айтып отырсың, бір алып оны басқа тағы бірдеңкелермен қосып дегендей. Сосын мына нәрсені айта кетейікші, енді өте қарапайым. Мына маслаларды айттым ғой мен жаңа 13 мың, бутиктерде 13 мың, 14 мың, азының өзі 10 мың теңге тұрады. Сосын менің шашым ұзын ғой, енді ол кішкене бір-екі пайдаланғаннан кейін жоқ болып кетеді да. Енді мен мысалы мына майсана майын алдым, аптекадан 250 теңгеге алдым. Осы майсана майын алып өзімнің шашымның түбіне жақтым, және шашымның ұшына жағып қойдым. Сол кезде менде кәдімгідей таңғалатындай эффект болды да. Шашымның түбіне бір рет жаққаннан кейін кәдімгідей былай балапан шаштар өсе бастады да. Мен үшін бір таңғалатын дүние болды. Содан кейін мен бұны ұшына да жағып қойдым. Тек мысалы маған аптекадағы берген кісі айтты, осыны сатқан кісі. Сіз деді, мынаның тек үнемі қолдана беруге болмайды деді. Ал енді мысалға YouTube тағы басқа жерлерде мен қыздарды көремін ғой, неше түрлі жаңа шаш күтімі туралы нелерді салады дегендей. Мен мысалы маскаларды салған кезде мен ойланам. Бұл қаншалықты адамға жаңа әсер етеді, оның зияны жоқ па дегендей. Сол себепті маған жаңағындай адамдар мені көп көрсе екен, анау-мынау дегеннен гөрі арт жағымды көбірек ойлаймын да. Мысалы, осыны мысалға 290 теңге. Ана 14 мың, 15 мың қалғанына қарағанда. Мысалы, осыны қанша уақытта пайдалануға болады? Мысалы, майлы маскалардың өзінің қолдану тәртібі бар. Мысалы, шаштың түбіне қолданған кезде оларды жиі қолдануға болмайды. Мысалы, айына бір рет, көбінесе егерде қатты зақымдалған шаштар болатын болса да бір рет қолдануға болады. Өйткені май бұл яғни ол бәрібір майлы құрам болып табылады. Біздің шаштың түбімізде де май бездері бар. Ол май бездері осы майлармен беті жабылған кезде бүкіл тесіктер, поралар жабылады да бастағы. Одан кейін оны жақсылап жуып тастау керек маскадан кейін. Жақсылап жуып тастамаса, ол бір масканың үстіне 2 маска, сөйтіп бір күніге қолданатын болсақ, мысалы аптасына бір рет қолданатын болсақ, ол үсті-үстіне бастасып, одан кейін поралардың бітелуіне әкеліп, ол жерде кәдімгідей іріңдіктер, безеулер пайда болуы мүмкін. Шаштың құрамы, фолликулалары бұзылуы мүмкін, қайқақтануы мүмкін. Сондықтан бұл майлы маскаларды көбінесе осы шаштың ұшталған жағына қарай қолданған дұрыс негізі. Бірақ түбіне де қолдануға болады, айына бір рет деген сияқты. Көп қолдануға қажет. Ал бағана пияздың, жұмыртқамен, күріштің суымен деген маскаларды түбіне ойланбастан қолдануға болады. Пиязды демек ойланбастан қолдана беруге болады, е? Оны мен де қолданған өте жақсы. Оны пиязбен маска қолданғаннан кейін шаш деген ертеңінде тура жасалып болып, таңертең жуғанда жылтырап тұрады ғой, прям деген бір күшті не қосқан сияқты деген керемет жылтырайды. Рекламадағы шаштай болады ғой шаштар. Маған да ұнайды. Мен соны мысалы қолданған себебім, мысалы мен өзім мынандай, мен қыздарға да айтам, сіздер оны жаңағындай біреулердің кеңестен тыңдап осындай бар екен деп бірден қолдана салмаңыздар деп. Ол қалай болады? Ол сіздің организміңізге жағама деген дүниені де қарау керек. Мысалы мен соны пияздың маскасын қолданғанда, бір шынымен кішкентай қыздың шашы түсіп қалған ғой. Сол масканы қолданғаннан кейін ол шашы шығыпты. Сол нәрсені өзім құлағыммен естіп, көзбен көргеннен кейін барып, мысалы соны қолдандым. Сосын, ал енді күріштің маскасын мен үнемі шашын жуғаннан кейін жуам. Үнемі жуып жүрмін, бірақ сол күріштің маскасынан бір зиян көрген емеспін да. Сол себепті мына табиғи күріштің маскасы,
жаңағы пияздың маскасы, дәрігер осы құрбым айтып отырғандай, демек одан бір соншалықты қатты қорқудың қажеті жоқ екен. Сосын мынаны жарайды, оны аз қолдану керек. Мен сонда бұны шамасы өз ойым түсінігім бойынша бір айда бір рет немесе бір 2 айда бір рет солай сирек қолданамын. Бәрібір енді қанша айтқанмен оның үстіне қолымда тимей кететін уақыттар болады дегендей. Мынаны енді ұшына енді бір 2 аптада бір рет болсын, жай ғана ұшына енді жаға беруге болатын шығар. Жаңа 14-15 мыңның масласының орнына. Әрине, бір аптада бір рет жағуға болады ұштарына, ұшталғандар болса. Жақсы. Мына жерде жазып қойыпты, Жазира Қарабаева деген кісі, шашыңды көрсетші дейді. Түсінбей отырмысыз? Менің шашымды сұрап отырсыз ба? Мына дәрігер Гүлмира құрбымның шашын сұрап отырсыздар ма? Мен енді шашымды үнемі көрсетіп жүрмін. Менің жаңағы парақшамда барлығы толып тұр. Енді Гүлмира құрбымды білмедім. Гүлмира, сен күйеуге шыққаннан кейін ана орамал шешкен жоқсың, е? Жоқ. Енді маған айтылып жатса, егер де ренжімеймін, шашымды көрсете алмаймын. Қашын көре беремін. Жақсы. Енді жарайды. Онда келесі тағы бір сауалға өтсек, кішкентай балалардың шашы осы неге тез ағарып кетеді? Мен енді өзім мұғаліммін ғой, мектепте балаларды көремін да, кәдімгідей шаштары ағарып кетеді ғой. Қазіргі балалардың жейтіндерінің барлығы дұрыс емес қой, өйткені біз кезімізде ондай тәтті, ондай күнде магазинге барып бірдеңе жей салу деген болған жоқ. Сондықтан қазіргі балалардың магазинге баруы да әртүрлі андай. Қазіргі балалар көбінесе, өзімнің балаларымда бар, олар тамақ жегісі келмейді ғой. Көкөністерді мүлдем жегісі келмейді. Оларға лучше барып печенье жей салған оңай болады, агуша жей салған оңай болады. Қалай дегенмен де олар табиғи өнімдер емес қой магазинде. Сондықтан қазіргі балалардың шаштың ағаруы өте көп. Мысалы, шаштың ағаруының өзі, мысалы, шашта өзі негізінен пигмент болады, яғни шашқа түс беретін. Ол меланин деп аталады. Ол теріге де түс береді, осы шашқа да түс береді. Мысалы, меланин кішкене азырақ болса, шаш сары болады. Егер де меланин орташа болса, шаш қоңыр болады. Егер меланин көбірек болса, шаш қара болады. Сонда сол пигменттердің азаюынан бізде осы шаштың ағаруы пайда болады. Ол мысалы әртүрлі пайдалы емес заттарды ішкеннен кейін организмде белоктың синтезделуі азаяды. Белоктың синтезделгеннен азайғаннан кейін ары қарай осы пигменттің синтезделуі де азаяды. Сондықтан осы барлығы да ішіп жемге тікелей байланысты. Ал енді генетика бойынша оқушылардың шашы ағарып кету деген нәрсе бола ма? Әлде сол бір денсаулығында бір дұрыс емес болып ма? Генетика болатын болса, ол да әсер етеді 10% жағдайда. Әке-шешесінен егерде ерте шаш ағарған болса, мысалы, жастарда шаш ағарған болса, ол да әсер етеді аздап. Мысалы, мүмкін ол баланың үйінде бір андай оған стресс болатын жағдай болуы мүмкін. Әке-шешесінің мысалы ұрысып қалуы, немесе ажырасуы, сондай жағдайлардың өзі балаға стресс болып келеді. Мысалы, ол айтпаса да, нетпесе де, оған стресс болып осы шаштың ағаруымен көрінуі мүмкін. Сондықтан барлығы тікелей байланысты сонымен. Жақсы. Қайырлы кеш, Шайхиева ханым. Осы кісі маған Шайхиева Венера ғой деймін, есіміңіз. Осы кісі маған жиі жазып тұрады да, өзінің қолданған шампуньдарын да жібереді. Бұл кісі айтады, шашымды ұзын етіп өсіргім келеді дейді, бірақ шашым өспейді дейді. Біз бұны жаңа эфирдің басында айта кеттік, басынан көрсеңіз болады. Соны қысқадан нұсқа айта кетсек, менің түсінгенім бойынша, демек шаш өспей жататын болса, ол біздің организміміздегі витамин дұрыс болмай тұр деген сөз. Біз витаминді толықтауымыз керек. Оны жаңа өзің айтқандай, мысалы, Инвива сондай центрлерден бастап барып, бізге қандай витаминдер ағзамызда жетіспейді, соны анықтап алып, соны нетсек болады, ішсек болады. Содан кейін мен шаш өсіру туралы қателіктері деген видеом бар. Сол жерде жазғам, жаңағы шашты күнде жуатын болсаңыз, фастфуд көп жейтін болсаңыз, ұйқыңыз дұрыс болмаса, стресс дұрыс болмаса, осының барлығы шашыңыздың түсуіне әкеліп, түсуіне алып келеді. Сол нелерге де көңіл бөлу керек. Енді тағы басқа қандай кеңестер айтуға болады? Осы витаминнен басқа, тамақ ішуден басқа, тағы күн шашыңызды күнде көп жумадық дедік, тағы қандай кеңес айтуға болады енді? Тағы да сыртқы факторлар, сол баяғы
Сенді кептірген кезде көбінесе сен болғанның өзінде қатты кейде болады ғой, сенімен кептіруге керек болатын жағдай. Сол кезде суық режим, суық ауасын қолдану керек та. Ол ыстық ауа болған түзеттерін кептіріп жібереді да, ол шашқа өте зиян болып келеді. Осыдан өте жоқ, ол яғни термо, яғни оның барлығы градустар өте жоғары болғандықтан шаштың кератинді эпидермистік қабатын зақымдайды. Сондықтан қандай да бір ыстық термолық заттар бұл шашты яғни сынғыштығына, барлығына әсер етеді. Соған да сыртқы жағдайды да қарастыру керек. Одан кейін шаштар көбінесе электрленіп жатады, сол жақтан да қарау керек. Сондықтан сыртқы да ішкі де бәрінде бірдей алып жүру керек болды. Мысалы, кейде болады, шаш түсіп жатыр дейді, қандай анализ тапсыруды білмеймін дейді. Ең бірінші сіз егер әйел адам болсаңыз, онда ферритин тапсырыңыз. Одан кейін Д витаминін тапсырыңыз, 25 OH Д витамині дегенді. Одан кейін барып Б группасында витамин тапсырыңыз, цинкті тапсырыңыз, сосын Е витаминін тапсырыңыз. Осыларды тапсырсаңыз, егер де осылардың арасында қайсының біреуі аз болса, соларды витаминдер ішсеңіз, кәдімгідей сізде эффект пайда болады бір айдың ішінде. Жақсы. Енді осы кісі міне жазып жіберіпті, мен күнде жуамын, тамақ көп ішпеймін дейді. Міне өзіңіз себебін айтып тұрсыз ғой, күнде жумаңыз. Ұзаса аптасында 2 рет дейді. Жалқау болсаңыз тіпті жақсы. Мен түсінігім бойынша қазіргі әйелдердің ең үлкен проблемасы, менің көзім жетті, шаштарының мазасын өте көп алады ғой, өте қатты пысықсыздар ғой. Шаштарыңызды күнде жуасыздар, шаштарыңызды күнде жаңағындай тарайсыздар, күнде прическа жасайсыздар. Мен ондай жалқау емеспін. Шыны керек, мен қатты жұмысым көп, қатты шаршап кеткенде, шашым бір аптадан кейде, бір аптадан асып кетеді. Кейбірі 10 күнге дейін кетіп қалған қыздар бар. Сол себепті қатты пысық болмаңыздар. Сұмдық нәрсені білесіздер ғой. Сіздер білетін нәрсені мен білмеймін мысалға. Фен қолданбаймын, шашымды 3 айда бояп тұрам дейді. Осы мысалы шаш бояудың өзі де бояуға жаңағы шаштың түсуіне әкеледі ғой. Сосын алдында бір кісі маған жазыпты. Мен оны түсінген жоқпын. Адамдар маған қаптап жүріп түсірді. Ұзын сөздің қысқасы, мен шашым мысалға осы түсі болса, шашымды сарыға бояғым келсе, менің шашым осы сары бояуды бірден қабылдамайды екен да. Бірінші осы шашының табиғи түсін кетіреді екен, кетіргеннен кейін барып сарғып бояйды. Сонан кейін бір кісі солай жасағанда артынан не дейді, шашым жүн сияқты болып қалды дейді мысалы. Ондай жағдайда не істеу керек дейді. Мен енді айттым, мен дұрыстап тамақтаныңыз, жаңағы шашыңызға маза беріңізші деп айттым. Шашыңыздың мазасын ала бермеңізші деп. Себебі жұмыста да қыздар бар, біресе шаштары мына жерде жүреді, біресе шашы мына жерде жүреді, біресе сары болады, біресе қоңыр болады. Оның тырнақтарының түсі де біресе қара, біресе қызыл. Құдай сақтасын, өзім шын айту керек, оған мен ақшамды да қимаймын, оған жаным да ашиды, және мен соншалықты қатты пысық емеспін олай жасайтын. Жаңағы сондай жаңағы бояп жаңағыдай жүн болып қалған шаштар не істеу керек? Ол енді сыртқы бояп жүн болып қалған шаштар сонымен кетеді. Бізде ең бастысы шаштың түбімізді қорғауымыз керек. Шаштың түбімізді ары қарай мастап дұрыс жаңа шаштар өсіп шығады. Сондықтан ол сыртқы уже бүлінген шаштар ол көбінесе қалпына келе қоймайды. Мысалы, түссіздендірудің өзі өте үлкен химикаттар арқылы жасалынады. Түсін өсіреді бірінші, одан кейін кетіріп, одан кейін барып жаңа түс қойғанда бұл яғни 2 этаптық қой химиялық өзгеріс. Сондықтан ары қарай оны енді ештеңе істей алмайсыз. Керісінше жаңадан шығып келе жатқан шаштарыңыздың ары қарай жақсы өсуіне жағдай жасауыңыз керек болып тұрады. Яғни дұрыс. Бұл жерде мысалы тағы да бір айтса кететін жағдай, бұл шашты ағаш тарақпен тарауда өте маңызды. Өйткені ол басын қанайланып жақсартады. Мысалы, бұл жерде тараған кезде ағаш тарақ болу керек міндетті түрде. Бұл қалай әсер етеді десеңіз, мысалы, адамның денесінде 2 түрлі тамыр болады. Бірінші қызыл тамыр, көк тамыр болады. Қызыл тамыр арқылы бұл қоректі заттар басқа барады да, басқа барып, миға барады. Ал вена тамырлары арқылы бүкіл бастағы, қан айланымдағы, яғни шаштардағы токсиндер сол арқылы барып, осы жүрекке барады. Мысалы, сол алып кететін, көбінесе баратын қан жақсы барады да бізде, ішкі қан тамырлары арқылы. Ал веналар көбінесе беткейде орналасады. Вена беткейде орналасқаннан кейін ол қанның, кейбір адамдардың болады, мысалы, бастарының мына жерін ұстап тұрса, ұстап төбесін былай етсе, былқылдап тұрады да. Ол, мысалы, теріден кейін сразу не болу керек, сүйек болу керек. Ал оларда бос кейіп болады. Демек, ол жерде вена қан айланып дұрыс болмай жатыр. Яғни көк тамыр арқылы қан, басқа барған қан қайттан дұрыс кетпей жатыр.
сол ондай адамдар күнделікті міндетті түрде ағаш тарақпен шашын 2 рет тарау керек. Таңертең және кешке 10 минуттан кем емес. Бұл кезде бұл венаның қан айланып жақсарғаннан кейін бұл біздің бастың ауруы да шаштың жақсы өсуі де сол тікелей байланысты жақсартамыз. Сол арқылы. Осы жерде ренжіме сөзіңді бөлсем, жай жерде мен массаж тарақпен тараймын шашымды дейді. Массаж тарақты дегенде мен тарақтарын көремін да, неше түрлі ана пластмасс сияқты ма, неше болады, жалпы сол массаж тарақтардың көмегі қанша, менің ойымша бір артық ақша құрту сияқты сол. Бұл массажный тарақ дегенде қазір маркетингдің көп кодтары кетті ғой, мысалы темірден де болады. Олар темірлер жақсы былай тітіркендіреді, бірақ та ол шаштың түбіндегі фолликулаларды жарақаттап алуы мүмкін да. Соны жарақаттап алу мүмкіндігі жоғары. Сондықтан біз барынша ағаш тарақтарды қолдануға кеңес береміз. Домалақ болсын, ұзын шақ болсын, әйтеуір ағаш болса дұрыс. 1 сағат болып қалды. Эфир сақтайық, сосын мына жерде тағы бір қыздың жазған бірақ сұрағына жауап бере салайықшы. Жаңа жазыпты да, масламен бірге спрей қолданған дұрыс па дейді. Масламен бірге спрейдің, мысалы ол спрей, мысалы бұйра шаштарға көбінесе қолданып жатады ғой. Егер де түзу шаштарға болатын болса, ол қосымша кішкене майлылық алып келуі мүмкін шаштарға. Майлы шаштарға көбінесе спрей қолданбаған дұрыс. Мысалы, өзім майлы шаш болғандықтан немкі спрей қолдасам тез майланып кетеді. Ал мысалы спрей құтыға құйып алып, майды шашып, солай маска жасауға болады әрине, егер тек қана спрейдің өзін яғни қолдануға болмайды майлы шаштарға. Бұйра шаш болса, тарауға болады. Мына кісі жазыпты, Мирагүл деген сұраққа жауап бермедіңіз дейді. Мен қай сұрақ негізі біраз оқып отырдым, байқамай қалдым ғой деймін. Жақсы, біз онда эфирді сақтайық. Сонан кейін алдағы уақытта да Гүлмира сен екеуміздің талқылайтын сұрақтарымыз көп деп ойлаймын. Себебі қазір YouTube болсын, басқа болсын, неше түрлі анау шампунь, мынау шампунь, анау спрей, жарнама деген жетеді. Сол себепті дұрысы бар, дұрыс емесі бар дегендей, сен екеуміздің ары қарай да талқылайтын дүниелеріміз көп екен деп ойлаймын. Сол себепті бүгін эфирге шыққаныңа көптен көп рахмет. Алда да біз осы нелерді жалғастырамыз, осы эфирімізді, тікелей эфирді деп ойлаймын. Сонымен қатар, егер осы эфирді сақтаймын, тағы да басқа сұрақтарыңыз болса, сол жерге қойсаңыздар болады. Рахмет сіздерге. Сіздердің оқырмандарына пайдалы болды, эфир болған шығар деп ойлаймын бүгін. Жақсы күнде кездескенше. Жақсы, сау болыңыздар.